business.еңбек.kz порталы арқылы мемлекеттік грант алу үшін онлайн өтініш жолдау бойынша бейненұсқаулық. Порталдың басты бетінде сіз жаңа бизнес идеяларды жүзеге асыруға бөлінетін мемлекеттік гранттарды бөлу туралы шарттарды таба аласыз. Өтінішті беру және мемлекеттік грантты алу процесі келесі кезеңдерден тұрады. Тіркелу, мәртебені тексеру, бизнес жоспар құру, өтініш беру, комиссия туралы хабарландыру, жобаны таныстыру, директемелерді ұсыну, шартқа қол қою, грант қаражатын алу, қаражатты мақсатты пайдалану туралы есептер. Грантқа өтініш жіберу үшін business.еңбек.kz порталында тіркелу керек. Егер де сізде электрондық еңбек биржасында тіркелген жазбаңыз болса, соны бизнес еңбек порталында қолдансаңыз болады. Ал егер де жоқ болса, тіркелуіңіз қажет. Ол үшін басты беттен оң жақ жоғарыда орналасқан кіру батырмасын басыңыз. Электрондық поштаны енгізіп, құпия сөзді жазыңыз. Қауіпсіздік саясатына сәйкес, құпия сөз 8 символдан кейін болмауы керек. Оның ішінде бір немесе бірнеше бас және жазба әріптері болуы тиіс. Сонымен қатар сандар және белгілер болуы тиіс. Одан кейін пайдаланушы келісім шартымен келісемін деген жерді белгілеңіз. Әрі қарай электрондық поштаңызды растауыңыз қажет. Ол үшін сіз тіркелу кезінде көрсеткен электрондық поштаға еңбек.kz-тен 2 тілде растау хаты келеді. Хаттамаға сілтемені басуыңыз керек. Тіркелуді аяқтау үшін ашылған парақшада өзіңіздің ЖСН нөміріңізді жазасыз. Өте жақсы, аккаунт ашылды. Жеке кабинетке кіру үшін аватар белгішесін басып, ашылмалы тізімнің ішінен менің кабинетімді таңдаңыз. Сіздің алдыңызда профиль бөлімі. Бұл жерде сіздің барлық жеке деректеріңіз орналасқан. Егер де сіздің профиліңізде телефон нөміріңіз енгізілмеген болса, толтыруға кеңес береміз. Өйткені болашақта сіз көрсеткен нөміріңіз бойынша SMS хабарламалар келіп тұрады. Мемлекеттік грантты алуға өтініш жіберу үшін сіз қағидада белгіленген шарттарға сәйкестік тексеруінен өтуіңіз қажет. Ол үшін жеке кабинеттегі мәртебені тексеруді таңдаңыз. Дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісіміңізді растап, тексеру батырмасын басыңыз. Әрі қарай деректерді ЭЦК арқылы растаңыз. Ашылған терезеден ОК батырмасын басқаннан кейін кілтті таңдап, ЭЦК-ның құпия сөзін жазыңыз. Сіздің гранттарды беру шарттарына сай келетініңізді білу үшін, сіздің жеке деректеріңіз мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен тексеріледі. Олар жұмыспен қамту санаттары, әлеуметтік санаттар және келесі қосымша шарттар. Бұрын алынған грант фактісінің болмауы, қолданыстағы еңбек шартының болмауы, жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шарасының болмауы. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шарасын өз бетінше тоқтатудың болмауы. 12 ай ішінде бастау бизнес жобасы бойынша негіздеріне оқыту туралы сертификаттың болуы. Тексеру процесі 2 күнге дейін созылуы мүмкін. Тексерілістің аяқталуына қарай жеке кабинетіңізге және тіркелгенде көрсетілген нөмірге SMS сәйкес хабарлама келеді. Егер де сіз тексеруден сәтті өтсеңіз, сізге грантты алуға өтінім қалдыруға рұқсат ашылады. Ұмытпаңыз, тексеруден сәтті өткен соң, оның нәтижесі тек 2 күн ішінде жарамды. Нәтижені алған күн есептелмейді. Егерде берілген уақытта грант алуға өтінім беріп үлгермесеңіз, мәртебені тексеруді қайтадан өту қажет болады. Тексеруден сәтті өткен соң сіз бизнес жоспарыңызды порталға енгізіп, грант алуға өтінім беруіңіз қажет. Ол үшін бизнес жоспар бөлімшесіне кіріңіз. Бизнес жоспар үлгісі деген батырманы басып, жүктеп алыңыз. Жүктелген бизнес жоспардың үлгісін өзіңіздің бизнес жобаңызға байланысты деректермен толтырып, сақтау батырмасын басыңыз. Бизнес жоспар бөлімшесіне бизнес жоспарды енгізуді басыңыз. Бизнес жоспардың атауын жазып, файлды таңдаңыз батырмасын басыңыз. Ашылған парақшадан өзіңіздің бизнес жоспарыңыздың файлын таңдап, сақтау батырмасын басыңыз. Жоғарғы оң жақ бұрышынан бизнес жоспар сәтті сақталды деген хабарландыру шығады. Әрі қарай өтінімдер тізімін бөлімін ашып, өтінім беруді басыңыз. Ашылған парақшада келесі деректерді толтырыңыз. Жобаның атауы, жобаның болжамды құны, грант алу мақсатын тізімнен таңдайсыз. Жобаңызды жүзеге асырғандағы жоспар бойынша ашылатын жұмыс орындарын санын көрсету қажет. Ашылатын жұмыс орындарының санын өзіңізді қоса отырып саналу қажет. Мысалы, осы жоба бойынша 3 адам жұмыс жасайды. Сіз және 2 жалдамалы жұмысшылар.
сонда жалпы ашылатын жұмыс орындарының саны 3 адам болу керек. Әрі қарай өзіңіздің білім деңгейін таңдаңыз. Жұмыспен қамту санатыңыз және әлеуметтік санатыңыз тексеру нәтижелеріне сәйкес автоматты түрде қойылады. Алайда, егер сізде бірнеше әлеуметтік санат болса, өзіңіз грантқа өтініш жібергіңіз келген әлеуметтік санатты жазыңыз. Әрі қарай ұсынылған мәліметтерге жауап беремін және мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарына банктік құпияны қамтитын мәліметтерге рұқсат беруге келісіміңізді растауыңыз қажет. Одан кейін өтінім беру батырмасын басыңыз. Грантты алу үшін онлайн өтінішке қол қою ЭЦК кілті арқылы жүзеге асырылады. Есте сақтаңыз, грантты ұсыну нәтижесі тек қана комиссия отырысында қабылданады. ЭЦК арқылы қол қойылған соң, өтінімдер тізімі бөлімінде өтінім сәтті жіберілді деген хабарлама келеді. 10 жұмыс күні ішінде сізге мансап орталығы комиссия отырысы болатын күні, уақыты және мекен жайы көрсетілген шақыруды жолдайды. Сәйкес хабарландыруды сонымен қатар жеке кабинетіңізге және SMS хабарландыру арқылы да аласыз. Бизнес жобаңызбен таныстыру үшін көрсетілген күні грант беру туралы комиссия отырысына келуіңіз тиіс. Еске сала кетейік, комиссия отырысына келмеген жағдайда сіздің өтінішіңіз қараусыз қалады. Комиссия отырысы аяқталғаннан кейін 2 жұмыс күні ішінде сізге комиссия шешімі туралы жеке кабинетіңізге хабарландыру келеді. Егерде комиссия шешімімен сізге грант тағайындаудан бас тартылса, сіз бизнес жоспарыңызды өзектендіріп, келесі лекке қайтадан өтінім жіберуіңізге болады. Егерде мемлекеттік грант тағайындалса, 5 жұмыс күннің ішінде банктік шотыңыздың 20 сандық жеке сәйкестендіру кодын беруіңіз қажет. Ол міндетті төлем деректемесі болашақта сол шотқа грантты беру туралы келісім шарт толтырылатын болады. Ол үшін банктік деректемелерге кіріп, өзіңіздің шотыңыз бар банкты таңдап, банк шотыңыздың нөмірін толтырып, қол қою және жіберу батырмасын басыңыз. Ашылған терезеде ЭЦК арқылы қол қойыңыз. Оң жақ жоғарғы бұрышта банктік деректемелер сәтті жіберілді деген хабарлама шығуы тиіс. Ескере отырыңыз, егерде біз банктік деректерді көрсетілген уақытта жолдамасаңыз, комиссияның оң шешіміне қарамастан автоматты түрде грантты ұсынудан бас тартылады. Алайда, сіз грантқа өтінішті келесі лекте қайта жіберсеңіз болады. Сіз банктік деректерді жолдаған соң, мансап орталығымен 3 жұмыс күні ішінде келісім шарт құрады. Сол уақыт ішінде мансап орталығымен қол қойылған онлайн келісім сізге жолданады. Ол жайында сізге хабарландыру келеді. Ескертеміз, көрсетілген мерзімге дейін келісімге қол қойып үлгеруіңіз қажет. Егерде сіз келісім 5 жұмыс күннің ішінде қол қоймасаңыз, сізге автоматты түрде грантты беруден бас тартылады. Және ағымдағы қаржылық жылда грант алуға өтініш қалдыра алмайсыз. Шартты таңдап, мұқият оқыңыз. Содан соң қол қою және жіберу батырмасын басыңыз. Ашылған терезеден окейді басыңыз. Кілтті таңдаңыз. Электрондық цифрлық қолтаңба құпия сөзін жазыңыз. Шартқа қол қойылған соң 5 жұмыс күні ішінде сіз көрсетілген шотқа қаражат түседі. Келісімге қол қойылып, гранттың қаражатын алған соң сіз 12 ай ішінде 4 грант қаражатын мақсатты пайдаланғаныңыз туралы есеп беруге міндеттісіз. 3 аралық және 1 қорытынды есеп. Ол үшін есептер бөлімінен есепті құрастыруды басыңыз. Ашылған есептің нысанында жалпы мәліметтер және кәсіпкерлік қызмет туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелеріндегі мәліметтерге сәйкес автоматты түрде толтырылады. Жұмыс орындарының бизнес жобаны жүзеге асыру кезіндегі санын көрсетіңіз. Грант қаражаты есебінен сатып алынған тауарлар, қызметтер бөлімінен тауарды қосу батырмасын басыңыз. Тауардың атауын, сатып алынған санын және тауар данасының бағасын көрсетіңіз. Одан кейін растайтын құжаттарды есепке қосуыңыз қажет. Ол үшін файлды таңдау батырмасын басыңыз. Ашылған терезеден барлық файлдарды көрсету, сосын сәйкес құжатты PDF форматта жүктеңіз. Есте сақтаңыз, барлық жүктелген файлдардың көлемі 10 мегабайттан артық емес және файлдар PDF форматында болуы тиіс. Әрі қарай сұрақтарға жауап беру керек. Шыққан тізімнен жауабын таңдап, содан соң сақтау батырмасын басыңыз. Мән берсеңіз, портал дайын есепке толықтыруға мүмкіндік береді. Егерде ешқандай өзгертулер болмаса, жіберуді басыңыз. Ашылған терезеден иә батырмасын басыңыз. Есепті сәтті жіберген соң сәйкес хабарлама шығады. Келесі есептер ұқсас тәсілмен толтырылады.
Келісім құжаты жасалғаннан бастап 3 ай ішінде грант қаражатының нысаналы мақсаты қамтамасыз етілмеген немесе пайдаланылмаған жағдайда ерікті түрде қайтару туралы өтініш беру қажет. Ол үшін қаражаттарды қайтару бөліміне кіріп, сәйкес қайтару түрін таңдаңыз. Қайтару сомасын және себебін жазып, қаражатты қайтаруды басыңыз. Егер сіз бір есеп жіберген болсаңыз, толық қайтару сомасын таңдай алмайсыз. Қайтару сомасы бөлімін толтырған кезде мұқият болыңыз. Себебі, егер қайтару сомасы расталмаған ақшалай шығындар сомасынан ерекшеленетін болса, есеп тапсыруыңыз керек болады. Яғни, егер тағайындалған грант сомасы 1 миллион теңге болса, сіз жаратылған қаражаттар туралы есеп тапсырғанда 500 мың теңге. Ал қайтару сомасы бөлімінде 400 мың теңге көрсеткен болсаңыз, келесі есеп кезінде қалған 100 мың теңге қайда жұмсалғанын жазуыңыз керек. Бизнес жобаңызды жүзеге асыруға сәттілік тілейміз.